Алдыңғы видеода болған нәрсе. Терезедегі адамның басы. Тарсылдаған дауыстар. Шыңғырған дауыс. Бляха-муха, емел. Қандай нәрсе болған? Қандай нәрсе болған? Оның барлығы не? Осы видеода мен сендерге барлығын өзім барып тексеріп көрсетем. Өзім жалғыз сол заброшканың ішіне кіріп, барлық затты көретін боламыз. Бастаймыз. Бәріне сәлем достар, сендер, мен Жақсылық Бақытжан. Иттер қараңғыда үрмейді негізі. Өрет, бірақ иттер қараңғыда неге өрет? Иттер қараңғыда жын шайтанды көрсе ғана өрет. Солай Құранда жазылған. Қазір сағат 11:30-нан асты. 11:30 болды ма или? Мен Так. Алло. Сағат қазір 11:30-нан асты. Мен осы заброшкаға келдім қайтадан. Ана, мен осы картинканы көріп тұрсыңдар. Осы терезеде бір әппақ баланың или қыздың басы бейнеленген. Соны қазір тексереміз. Бір құлаған дауыстар, шақтардың дауыстары естілген. Және де ең қорқыныштысы бір шыңғырғанға ұқсайтын дауыс естілген. Соны қазір мен жалғыз өзім осы заброшкаға тексеруге келдім. Бастаймыз. Достар, мен осы жерге келдім, сендердің айтуларың бойынша. Қазір көрсетем ана ақ нәрсе. Міне осы, сендер қазір көріп тұрған ақ нәрсе қайдан түсірілген. Міне, тура осы жерде. Мен бұлай алдым да, бұлай алып келдім камераны. Ал ана бір жерде ақ нәрсе тұрды. Наяқта где-то бірдеңке түсірілді дейді. Подписчиктарым айту бойынша. Мен соны қазір тексеруге келдім. Міне осылай келетін да, мені осылай осындай фонарикпен бейтіп келаттым. Сосын бейтіп қостым. Анда бірдеңке тұрды. Мына бір жерде. Нәрде бірдеңке тұрды. Қарандар қандай орман. Кіреміз кеттік. Кіремізімді. Мін достар. Так, осы жерде тұрған болатын. Ана ақ нәрсе сияқты бірдеңке. Басы бар, көзі бар, кәдімгідей осы жерде тұрған болатын. Мен оны негізі достар нау екен деп ойладым. Осы нәрсе анаяқтан көрініп тұр деп ойладым. Бірақ он кәдімгідей басы домалақ, бір қара көздері бар нәрсеге ұқсады, ол бас жылжыды. Мен барғандардан өте кішкентай. Так, сендерге достар қазір айтып кетейін, сағат уже 11:30 болды. Мен заброшкаға кіріп тұрым келіп. Достар, бір шықырлаған, бірдеңке құлаған дауыстар болған. Ол дауыстарды мен қалай түсіндірем сендерге? Потолоктарды көріп түсіндір ма? Потолоктарды қазір көрсетем.
потолоктарды ана жерде вообще кірпіштер құлаған. И вот солар құлап сондай дауыс шығаруы мүмкін. Ал тағы да бір үшінші нәрсе болды. Ол не нәрсе? Так, бірдеңке жүрді мұнда. Қазір сендер көресіңдер, мен көрмеймін, не болады қазір. Сендер көрдіңдер, мен көрген жоқ. Тағы да достар, мұнда үшінші нәрсе болды. Ол бірдеңке шыңғыр. Бисмилля. Так. Походу, тағы да бірдеңке құлады аспанда. Естіңдер ме? Ох, ёптва! Ёпарасоты! Мұнда біреу бар ма? Ой! Так. Үстінен құлауы мүмкін екен. Шош кеттім, бірақ мен достар ана жерден бірдеңке көрдім және. Ана жерден бірдеңке көрдім. Это что за фигня была? На брежите. Так. Бляха-муха. Так, короче. Еще үшінші нәрсе болған, ол қандай нәрсе? Ол достар, мұнда бірдеңке чыңғырған сияқты болады. Ол құлын. Құлын. Ол жылқының баласы, кішкентай құлын. Ол, короче, мұнда шыңғырды, сөйтіп айғалады, и біз қашып кеттік қой. Потом біздің артымыздан жүгір келді. Мен оны жалғасы бар деп видеоға қосқан жоқ. Нәрде что-то странно отыр, достар. И... Что за фигня? Вроде кішкентай жер, а что-то... Бірдеңкелер болып отыр мында. Ладно. И достар, сол жылқының баласы болды, короче. Біз оны потом ғана білдік. И болды, түсіндіретін нәрсе осы. Ал терезедегі осы нәрсені мен түсіндіре алмаймын. Бұл... Так. Опа. Балан даусын естідім, достар. Балан даусын естідім. Шын айтам, балан даусын естідім, достар. Короче, мұндан кету керек сияқты. Мен жалғыз өзім бекер келдім мұнда. Ой, бля. Мұнда біреу бар ма? Бәлен, шош кеттім ғой. Тварь, нәбіреу шу жүрген кішкентай маса. Ой, үлкен маса анау. Осы екен, инелік.
стенаға соғылып бір шактардың даусын шығарып жүрген. Все, короче, достар. Мен түсіндірдім. Бәрін сендерге түсіндірдім деген ойдам. Ой. Так, ар жақта бірдеңке бар сияқты. Ол. Ладно, енелік деп санайсың. Короче, достар, осындай нәрсе. Достар, мен бірдеген. Короче, мұнан кеттім мен. Егер де сендерге ритуал жасағанды қаласандар, осында келіп, свечкамен ритуалдар кәдімгідей жасағанды қаласандар, то осы видеоның астында 5000 лайк қалдырып, комментарияға жазыңдар, сондай түсір деп. Сол кезде мен келемде мұндай ритуал жасап, бәрін шақырып, духтарды шақырып, видео түсірем. Сендермен болған мен жақсылық Бақытжан. Сау болыңдар.